Тараз қаласы аумағында 67.405 адам жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер теліміне кезекте тұр. Өткен жылы осындай азаматтарға Сүлейменов көшесінің соңындағы жаңа тұрғын алқаптан 360 гектар жер телімі берілген болатын. Биыл да бұл мәселе оңтайлы шешіліп, 3750 гектардан аса жер кезекте тұрған азаматтарға үлестірілмекші. Бұл туралы Тараз қаласы әкімінің қоғамдық кеңес мүшелерінің алдында берген есебінде белгілі болды. Кезекте тұрған азаматтарға алдағы уақытта Асқаров көшесі соңындағы алқаптың 312 гектарын, Хамукат алқабының 125, Қарасай алқабының 126-да 10-6, сондай-ақ Құмшағал, Шалғай, Қарасу алқаптарының 369 гектар жерін беру көзделіп отыр. Жиында белгілі болған тағы бір мәселе, қала аумағына қарасты елді мекендерге газ, электр жүйелері кіргізіліп, инфрақұрылым жасақталады. Атап айтар болсақ, Шөлдала тұрғын алқабының аумағындағы Құмшағал, Көлтоған, Қызылабат алқаптары газбен қамтамасыз етіледі. Одан бөлек 72 көше жөндеуден өтеді дейді қала әкімі. Жоспар көп, тиімді жүзеге асырылама. Оны уақыт көрсетеді. Ал шешімін табуға тиіс мәселенің бірі мынадай. Республикамызда облыс орталықтарының ішінде мына биологиялық тазалау ғимараты жоқ, жалғыз қаламыз Тараз қаласы екен. Осы мәселені облыс әкімінің алдында көтердік. Қазір облыс әкімі мынау министрлікке, үкіметке хат жазып, қазір осы зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған техникалық, экономикалық негіздеме жасау керек, кейін жобалық сметалық құжаттамаларын жасау керек. Осы мәселемен қазір шұғылданып жатырмыз.